Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, ерекше, қызылша қосылған рулеттің рецептімен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. Ал енді рецептімізге кірісейік. Бізге керек ингредиенттер ол қызылша, 3 жұмыртқа, творожный сыр, тұздалған қияр, консервадағы тунец балығы, сливочный май, тұз және крахмал керек болады. Ең алдымен қызылшамызды кішірек үкіштен өткізіп аламыз. Қызып тұрған табаға майды салып, қызылшаны салып, 10 минут жақсылап бұқтырып пісіріп аламыз. Осы жерде мұқият болыңыз, сіздердің қызылшаларыңыз қуырылып кетпеу керек. Тек қана бұқтырып 10 минуттай пісіріп аламыз. Табанын қақпағын жауып пісіріңіздер. Міне қызылша бұқтырылып пісті. Енді бұны ыдысқа салып, суытып қойып қоямыз. Одан кейін жұмыртқамыздан ақ уызымызды сары уызымыздан бөліп аламыз. Ақ уызға тұз қосып, кейін миксерге құйып, миксердің көмегімен әппақ болғанға дейін жақсылап тұрып ұрып аламыз. Ақ уызға міндетті түрде тұз қосу керек. Сол кезде сіздердің ақ уыздарыңыз осындай әппақ болып, өзін-өзі ұстай алатындай консистенция болады. Кейін әппақ болғаннан кейін көпірген соң миксерімізді өшіреміз. Қызылшамыз суығаннан кейін оған 3 жұмыртқаның сары уызын қосып, жақсылап тұрып араластырамыз да, кейін біртіндеп ақ уызымызды қосып, астынан үстіне қарай араластырамыз. Осы жерде мұқият болыңыздар, сіздердің ақ уыздарыңыз түсіп қалмау керек. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін крахмал қосып, тағы бір араластырамыз да, противенге тефлоновый коврикті жайып, соның үстіне осы консистенцияны құйып, қызып тұрған пеште 150 градуста 10-15 минут пісіреміз. Рулеттің қамыры піскенше салмасын жасаймыз. Ол үшін тұздалған қиярды кішкентай кубиктап турап, оны творожный сырымызға қосып, жақсылап барлығын араластырамыз. Консервадағы тунец балығымызды екіге бөліп шығамыз. Міне біздің қамырымыз да пісті. Енді тақтайшаның үстіне пищевой пленканы жаямыз да, соның үстінен қамырымызды аударамыз. Қамырдан тефлоновый коврикті аламыз. Осы жерде мұқият болыңыздар, сіздердің қамырларыңыз жыртылып кетпеу керек. Енді қамырымызға дайын болған салмамызды жағып шығамыз. Ол бізде творожный сыр мен тұздалған қияр. Салманы жақсылап жағып болғаннан кейін тунец балығымызды осылай шетіне қарай орналастырамыз. Енді қамырды рулет етіп ораймыз. Оны міндетті түрде астында жатқан пищевой пленканың көмегімен ораңыздар. Сол кезде сіздердің қамырларыңыз жыртылып кетпейді. Ал енді рулетті орап болғаннан кейін міндетті түрде пищевой пленкаға орап, оны 4 сағатқа холодильникке не болмаса бір түнге қойып қойғандарыңыз дұрыс. Сол кезде барлық ингредиенттер бір-біріне сіңіп, өте дәмді рулет болады. Мен ертеңгі күні таңертең шығардым. Міне өте сіңген, әдемі болып шығады. Енді рулетімізді турап, ыдысқа саламыз да, дәмін көре берсеңіздер болады. Өте ерекше, өте дәмді. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Және де өз достарыңызбен, өз туған туыстарыңызбен бөлісіп, менің каналымда пікір жаза отырыңыздар. Барлықтарыңызға рахмет, барлықтарыңызға сәттілік тіледім. Келесі кездескенше күн жарық.